Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің азаматтық персоналы e-gov мобайл қосымшасы және e-gov KZ порталы арқылы тұрғын үйге кезекке тұра алады. e-gov мобайлда тұрғын үйге кезекке тұру үшін сізге мобильді қосымшада авторизациядан өту керек. Содан кейін қызметтер бөліміне өту қажет. Әскери есепке алу. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің азаматтық персоналын қызметтік тұрғын үйге мұқтаж адамдарды есепке қою қызметін таңдау керек. Байланыс телефонын көрсетіңіз. АБ коды. АБ гарнизон кодын белгілеңіз. Мемлекеттік мекеменің атауын екі тілде жазыңыз. Өтініш берушінің түрін таңдаңыз. Қажетті жолдарды толтырыңыз және құсбелгі қойыңыз. Қажетті файлдарды жүктеңіз. Қызметке қол қойыңыз.